Жайымысы атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Керейбаева Айжан Сабыржанна. Пән технология және оқыту әдістемесі. Тақырып жұмсақ ойыншықтар дайындауға қолданылатын материалдар мен құрал-жабдықтар. Сабақтың мақсаты студенттерге жұмсақ ойыншықтар дайындаудың жолдарын көрсету, құрал-жабдықтармен жұмыс жасау әдістерін дұрыс қолдануға үйрету. Жұмсақ ойыншықтар іші сабанмен, мақтамен және тағы басқа заттармен толтырылған ойыншық жануарлар немесе қуыршақтар. Бұрынғы кезде жұмсақ ойыншықтар ауланған аңдардың терісіне жасалған. Технология жақсы дамыған қазіргі заманда жұмсақ ойыншықтар көбінесе синтетикалық материалдардан, синтефон, поролон, тағы басқа мақтадан немесе соған ұқсас материалдан жасалады. Сондықтан да бұл ойыншықтар жұмсақ деген атқа ие болған. Алғаш рет Германиядағы Штайр компаниясы шығарған жұмсақ ойыншық 20 ғасыр мен 21 ғасырдың басындағы ең танымал жұмсақ ойыншықтардың бірі болған. Бүгін біз сабақта қарапайым шұлықтардан мынадай мысық әзірлейміз. Ол үшін бізге қолданылмаған жұмсақ шұлық қажет болады. Шұлықты аударып, өкшесін жоғары қаратамыз. Өкшесі бізге мысықтың басын жасау үшін қажет болады. Өкшенің екі жағынан алшақтау етіп, маркермен сызық белгілеп аламыз. Енді осы сызық арқылы мысықтың аяғы мен қолын сызамыз. Бұл мысықтың аяғы мен қолдары. Енді екі жағы да бірдей болуы қажет. Енді осы сызық арқылы мынадай тігіспен тігіп шығамыз. Тіккенде бізге ине мен жіп және тігудің әдіс түрі қажет болады. Инені кіргізіп, алға қарай шығарып, оны қайта артқа саламыз да алдынан шығарамыз. Қайта артқа салып, алдынан шығарып отырамыз. Міне осындай тігіс арқылы мысықтың артқы және алдыңғы аяқтарын тігіп шығамыз. Алдына кіргізіп, артына шығарып, тігуді жалғастырамыз. Тігістің бірнеше әдістері бар, бірақ бұл әдіс жаңағы ішіне мақта немесе синтефонды салған кезде шықпау үшін өте жақсы тігістің бірі. Тігіп болғаннан кейін екінші аяғын тігеміз. Сызықтар арқылы тіккен кезде ортасын қалдырамыз. Ол бізге жаңағы ішіне синтефон немесе мақтаны салу үшін қажет бұл орын. Бірінші бір аяғын тігеміз. Одан кейін орынды қалдырып, екінші аяғын тігуді жалғастырамыз. Тігіп болғаннан кейін біраз орын қалдырып, оны қиып тастаймыз керек емес жерлерін. Енді қалдырған тесік арқылы оны аударамыз. Аударып алдық. Енді ішіне синтефонды саламыз. Егерде сіздерде синтефон болмаса, сіздер мақта немесе басқа да жұмсақ материалдарды, жүн немесе қалдық материалдарды сала аласыздар. Бірінші аяқтарынан бастаймыз, жіңішке аяқтарынан. Олар толтырып болғаннан кейін денесін толтырамыз. Енді бағанағы қалған жерді тігуді аяқтаймыз. Жоғары төмен тігу әдісін қолданамыз. Астыңғы және үстіңгі материалды бір-біріне қосу үшін. Тігіп болғаннан кейін міне бізде мысықтың денесі дайын болды. Енді екінші шұлықтан біз мысықтың басын жасаймыз. Ол үшін маркермен тағы да мысықтың басын сызып аламыз. Бұл бізде өкшесі мысықтың мұрнын жасауға қажет болады. Мысықтың құлақтарын сызып алдық. Енді бұны тігіп аламыз. Бағанағыдай алдынан кіргізіп, артына шығарып отырып, қайта тігу әдісін қолданамыз. Маркердің сызығы арқылы тігіп болғаннан кейін керек емес жерлерін қиып тастаймыз. Және астыңғы жағынан біраз орын қалдырып қиямыз. Құлақтарын шығарып, бұның үшін тағы да синтефонмен толтырамыз. Бірінші құлақтарынан бастаймыз.
басын толықтырып болғаннан кейін оны денесіне өлшейміз. Денесіне қоямыз, қазір өлшейміз. Егер сәл үлкен болса, оны астыңғы жағын тағы да қиып тастаймыз. Енді бұл қалған жерін бір-біріне біріктіріп тігеміз. Тіккен кезде жан жағын тігіп алып, бір-біріне қапшықтың аузын жапқандай қосуға болады, немесе басқа әдісі дәл солай жасаймыз, бірақ та ішіне қарай көрінбеу үшін былай тігуге болады. Сонда ұқыпты әдемі көрінеді. Бұл екінші мысықтың басы. Міне бізде екі мысықтың бастары дайын. Енді оны денесіне біріктіреміз. Мысықтың басына, денесіне жаңағы жоғары төмен тігу әдісін қолдану арқылы. Жіптің түйшектелген жері бізде көрінбеу үшін жаңағы мысықтың мойнынан кіргізіп, шығарып отырып, дәл сол жерде түйшектеп отырамыз. Міне бізде мысықтың басы дайын болды. Енді шұлықтың екінші жағында қалған қалдықтан біз құйрығын дайындаймыз. Ол бізде ай тәрізді бірінші маркермен сызып аламыз. Оны тағы да тігеміз. Біраз орын қалдырамыз, жаңағы ішін синтефонмен толтыру үшін. Тігіп алып, артық жерін қиып тастаймыз. Артық жерін қидық. Тігілмеген жерінен аударып, оның ішіне синтефон саламыз. Маркер арқылы жаңағы синтефонды ішіне толтырдық. Енді оның аузын бекітіп тігеміз. Мысықтың денесіне жаңағы құйрығын өз қалауларыңыз бойынша орналастыруларыңызға болады. Мен былай орналастырдым. Басын тіккен тәрізді жаңағы жоғары төмен тігу әдісін қолдандық. Екінші мысықты да дәл осылай тігеміз. Енді бізде мысықтың түрі ғана қалды. Ол үшін мен бірінші маркермен көздерін белгілеп сызып алдым. Бір мысықтың бізде көзі жұмылған болады, екіншісін біз басқа заттарды қолдану арқылы жасаймыз. Бұл сызықтар арқылы жаңағы қара жіппен көздерін тігеміз. Көздерін жаңағы тігіп алғаннан кейін орнын бастаймыз. Бұл жіптерді қолданған кезде міне мысықтың мойнынан шығарып отырамыз. Сонда бізде түйіршіктелген жері көрінбейді. Жіптің түйіршіктелген жері көрінбейді. Мойнынан шығарып, мойнынан кіргізіп отырамыз тіккен кезде. Сонда бізде ұқыпты әдемі болып көрінеді. Ал енді екінші мысыққа біз мынадай қара мойыншақтарды қолдандық. Көздеріне. Тағы да мысықтың мойнынан кіргіземіз, жіптің түйіршіктелген жері көрінбеу үшін. Енді мойыншақтарды көзі тәрізді орналастырамыз. Дәл солай мойнынан шығарып түйіршіктейміз. Енді мұрнын мулина жіптен тігеміз. Бұл бізде мұрны. Мулина жіп бізде кәдімгі тігіс жіптерге қарағанда біраз қалыңдау болып келеді. Тоқуға арналған жіптер. Тағы да мойнынан шығарып түйіршіктедік. Енді сіздерге осы видеоға қарап ойыншық жасау ұсынылады, немесе басқа ойыншық түрлерін жасай аласыз.